Ассаляму алейкум, сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен кереметте алмадан ешкім жасап көрмеген дәмді пирог жасайтын боламыз. Шайға керемет болып кетеді. Ең алдымен ыдысымызға жылы жұмыртқамыздың 4-еуін жарып алатын боламыз. Одан кейін, егерде сіздер миксер болмайтын жағдайда қолмен араластырсаңыздар болады. Миксер болса, осылай миксермен араластыруды бастаймыз. Ең алдымен аз жылдамдықпен бастайсыздар да шетінен қантты осылай бөліп қосатын боламыз. Бірден қантты сап жібермеңіздер. Осылай аз-аздан араластыра отырып салсаңыздар, өзі байқап отырсыздар, міне көбігі көтеріліп, кішкене түсі ақ түске осылай ене бастайды. Осылай болғанша жақсылап араластырып, ең соңында миксердің күші жаңағыдай ауырлай бастаған кезде тоқтатамыз. Міне осындай масса шығу керек. Қараңыздар, қою, аппақ түсті масса шығу керек. Осыдан кейін кішкене сұйық майымыз құйып жібереміз. Одан жақсылап тұрып араластырамыз да, ендігі кезекте біз ұнымызды салатын боламыз. Байқайсыздар ма, ұнды бірден салып жібермейміз. Жаңағыдай бөліп салатын боламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Басында осылай бірікпейтін сияқты болып көрінеді, бірақ оған қарамастан араластыра беріңіздер. Алмамызды аршып, қабығын қаласаңыздар, аршымасаңыздар да болады, өздеріңізге қалай ыңғайлы солай тураңыздар. Мен осылай 4 бұрыш тығып, қабығын аршымай турай бердім. Ол алма, яғни піскеннен өте жұмсақ болып кетеді. Енді пешімізді қыздырып келеміз осы кезде. Одан кейін барып астына қаласаңыздар, осындай пергамент бумагасын қолдансаңыздар болады. Енді массамызды осыған салып, бетін тегістейміз да, қызып тұрған пешке салатын боламыз. Осы кезде бетіне шоколадты ерітетін боламыз. Кез келген дүкеннен жаңағыдай шоколад жарай береді. Мен осындай 4 бұрышты түрін алдым. Одан кейін үстіне сүт құйып, кішкене буға да ерітіп алсаңыздар болады. Мен микроволновкаға ерітіп алдым. Енді біздің пешімізден пісіп шыққан осы алма бәлішін жақсылап тұрып суытамыз. Толықтай суып болғаннан кейін бетіне жаңағы өзіміздің қою жаңағы араласқан шоколадымызды құйып бір тегістеп шығамыз. Одан кейін үстін кішкене тесіп жібересіздер. Шоколад ортасына дейін сіңу үшін холодильникте 1-2 сағатқа қойып қоясыздар. Мен қазір сіздерге көрсету үшін өте көп қойған жоқпын холодильникте. Пока менде мына бетіндегі шоколады онша қатпай тұр. Енді қараңыздаршы, жұмсақ, прям ерекше дәм шыққан ғой. Жаңағы шоколад пен алманың дәмі бар ғой. Бір ерекше дәм беріп тұр, және қамыр өте өпілдек. Сіздерге ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, рецепті сақтап алыңыздар.